Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, құрметті инста достар. Сіздерді көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Бірер сәттен соң біздің кезекті эфиріміз басталғалы тұр. Каналына жайғассаңыздар, өте бір керемет эфир болғалы тұр. Алла қаласа. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе, құрметті Сабира ханым? Қалайсыз? Саламатсыз ба? Жақсы, өзіңіздің қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Сізді көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі эфирімізде құрметті қонақ ретінде. Рахмет. Құрметті достар, жалпы барлығын түсіндіріп өтейін. Мынау бүгінгі жүйелі ой рубрикасының құрметті қонағы осы трейдерлік салада өзінің негізгі несібесін, ризығын тауып жүрген, осы салада еңбек етіп жүрген Сабира ханым еді. Және де Сабира ханымнан біз сұхбат алуды жөн көрдік. Жалпы осы трейдерліктің жілегін шағып майын ішкен азаматшылар болғандықтан бізге барлығын детальды түрде түсіндіруге тырысады деп ойлаймын. Тақырып та сол, трейдерлік бизнесі жөнінде көп адамға таңсық деп ойлаймын бұл ақпараттар. Сол себепті бізбен бірге болсаңыздар. Енді рұқсат болса, сіздің рұқсатыңызбен бастасақ, ендеше эфирімізді. Бастайық. Мен де күтіп отырғаным. Мұнда көп оқырмандар жазып жатыр, эфир қашан басталады деп. Мен есімім, бірінші өзімді таныстырып өтейін. Есімім Сабира болады. Алматы қаласының тұрғыным. Негізі финанс отделында, то есть қаржы саласында жұмыс жүргеніме 10 жыл уақыт болды. Бұл трейдерлік мамандықты үйреніп жатқаныма бар жоғы 4 ай ғана уақыт болды. Тамаша. Жалпы енді сұрағыңызды қойып берсеңіз. Жақсы. Енді мынау енді өзіңіз айтып жатырсыз, жалпы осыған дейін қаржыгерлік бағытта қызмет еттім деп. Яғни негізгі осы трейдерлікке келуге не түрткі болды, және де кейбір мәліметтерге қарағанда қазіргі таңда осы уақытта күндігіне тұрақты түрде $500 дейін табыс көлемі бар деген секілді мәліметке өзім көріп қалдым, естіп қалдым, және де осыған байланысты жалпы осы трейдерлікке байланысты өзім түсіндіріп өтсеңіз, құрметті достарға, көрермендерге инстада айта берсеңіз болады. Мен негізі бәрі дұрыс естіліп тұр ғой, да? Негізі бұл мамандыққа, трейдерлік мамандығына мен негізі көп уақытты іздестіріп жүрдім. Өтірік айтпасам, 2014 жылдан бері мен көп ақпараттар қарастырып келіп жүрдім. Негізі ақш-тың биржасына сауда-саттыққа кіруге. Бірақ ол мен үшін, енді мен ойламадым, ол бізде Қазақстанда үйде отырып жасауға болады деген. Мен енді ондай мүмкіндік болады деп ойлаған жоқпын, бірақ жалпы қарастырып жүрдім. Ақпараттың барлығы толықтай орыс тілінде болды. Орыс тілінде, оның үстінде Қазақстанда бір оқытатын бір жүйелі түрде оқытатын бір ешқандай нені тапқан жоқпын. Оқу орны болсын, кішігірім жасалынған курстар болсын, онда еш нәрсе тапқан жоқпын. Көбінде ақпарат Ресейден шығып отырды. Өзіңіз білесіз ғой, енді көбінде ол сол жақтан келеді ғой бізге көп ақпараттар. Сонымен осы жылы, 2020 жылы, өткен жылы Инстаграмнан көрдім. Бізде негізі жақсы қазір осы Дикейбл трейдер академиясында мықты трейдер болып жұмыс жасайтын Сағым деген бала бар. Сол Сағымның негізі Инстаграмдағы аккаунтынан мен көрдім информацияларды. Содан мен Сағымға жаздым. Ол бала, ол Қазақстанның баласы, бірақ Америкада оқиды ма, жұмыс жасайды ма, жалпы трейдермен айланысады. Ол маған негізі 1 апта уақыттан кейін жауап берді. Дикейбл трейдер академиясының ссылкасымен Думан мырзаның данныйларын берді, то есть ақпараттарын берді. Сонымен
Бұл трейдерге мен жаңағы парақшаға тіркеліп мәліметтер қарай бастаған күні, сол күні вебинар болады екен, тегін вебинар деп жазылған. Сонымен мен сразу сол жаңағы вебинарға тіркелдім. Сол жерде мен ең алғаш рет Думан мырзаны көріп, Думан мырзаны мен жаңағы осылай тікелей эфирде көріп, ол кісі жалпы мағлұмат берді, енді трейдерлік мамандығы жөнінде, ақш-тың биржа саласы жөнінде. Сонымен қазақ тілінде осындай мамандықты игеруге ақпараттың бар екеніне қуанып кетіп, шынында бір күнде ойланған жоқ, мен ертесіне уже академияның студенті болдым. Курсты алдым, оқыдым. Енді айтамын, енді ол жерде бірінші кез келген бастайын деп жатқан кез келген адам үшін бұл сала өте кішкене қиындау болуы мүмкін, өйткені мен өзімнің басымнан өткен нәрсені айтайын. Курсты алғаннан кейін көп мағлұматтар, терминдер мен үшін кішкене қиындау болды. Үйрену, оқу. Бірақ мен оны көп жылдан бері қарастырып келе жатқан мәлімет болғаннан кейін, мен енді жұмыс жасап жүрсем де, сол жұмыспен бірге қатар алып оқуды жалғастырдым, оқыдым. Бір күнде қалған жоқпын, шыны керек. Ол өзімнің жаңағы Думан мырзалардың беріп отырған бізге нақты мәліметтер мен мотивацияларының арқасында, шыны керек, мен 2 аптаның ішінде курсты оқып, толығымен мәлімет алып, жалпы өзімді сол мамандыққа тәрбиелей бастадым. Психологиялық тұрғыда деп айтсам болады. Тамаша. Өте жақсы. Негізі енді осы трейдинг деген ұғымға тоқталайықшы енді. Осыны түсіндіріп өтсеңіз, трейдинг деген ұғым қалай түсінуіміз керек? Ол қандай жалпы бизнестің бір түрі, соған байланысты? Негізі бұл трейдинг деген шыны керек трейдер мамандық, бұл негізі бизнес мамандық, және бұны бизнес көлемінде де алып жүруге болады. Жалпы бұл трейдер деген былай енді қарапайым тілде түсіндіріп айтқан кезде, жалпы сауда-саттық жасау ғой, қор нарығында бағалы қағаздармен сауда-саттық жасау. Енді өздеріңіз білесіздер, Американың қор биржасында бірнеше жүздеген компаниялардың сіз сол құнды қағаздарын сатып алу арқылы сіз кішкентай ғана компанияның бір бөлік инвесторы атанасыз. Ол жерде енді тек қана бұл жерде сатып алу ғана емес, оны қалай сатып алу керек, қалай жүзеге асырылады, бұл жұмыстың барлығы қандай платформа арқылы өткізіледі. Бұның бәрі енді үлкен, қазір бір жарты сағатта, бір сағатта біз оны қамтып айту мүмкін нәрсе емес негізі. Енді жалпылама түсініктемесін айтып жатырмын. Трейдер мамандығы негізі бұл қазіргі біздің Қазақстанға деп айтсам болады, жаңадан келіп жатқан мамандық. Бұны әлі кісілер түсінбеуі де мүмкін, бірақ бұл трейдер мамандығын игерген әрбір жан тек қана бизнеспен ғана айналыспай, өзі үшін де қаржылай сауаттылығын арттырып, өзінің армандарына негізі ертерек тезірек қол жеткізе алады деп айта аламын негізі. Тамаша, өте пайымды жауап. Енді өзіңіз жаңа бизнестің бір түрі деп айтып қалдыңыз. Мәселен, енді осыған байланысты кез келген саланы немесе кез келген бизнестің бір түрін бастаған кезде ең алдымен оған білім керек қой. Осыған білімді қай платформада немесе қай бағытта алдыңыз, қалай соны былай практикалық түрде өзіңіз жүзеге асыра алдыңыз, табысты етіп? Мен негізі бұл мамандықты толығымен негізі игеруімнің мәселесі мұнда Decable Trader Академиясы, онлайн академия, бұл негізгі құрылтайшысы Думан Ерқанат деген мырза. Бұл кісі өзі Америкада 7 жыл болған тұрып жатқанына, және де сол Америкадағы, енді кинодан көріп жатқан шығарсыздар, Уолл-стрит деп айтып жатады ғой, Уолл-стритта оқыған, білім алған мықты инвестор трейдер кісі. Мен сол кісіден білім алдым, сол кісіден үйрендім.
жалпы бізде сол академияда негізі әрбір студентке барлығын жігімен түсіндіріліп айтылады. Сіз бірінші бұл мамандықты қалай игересіз, неден басталу керек, қалай жасалынады, қандай платформалар арқылы жүзеге асырылады. Сіз өзіңіздің біліміңізді қай жерден практиковать етіп жалғастыруға болады, оның барлығы осы курста академияда түсіндіріп айтылады. Бірінші күнгі сабақтан бастап жаңағы соңына дейін мен өзімнің осындай жетістікке жетуім сол академиядағы білімнің алуымның арқасында. Академияның ең бірінші ол жерде жаңа Думан мырзаның өзінің білімін бізге дұрыс жеткізе білуінде деп ойлаймын. Өйткені бізде академияның студенттері қазір енді күн сайын көбейіп жатыр. Бізде жабық чат бар, академияның студенттеріне арналған. Сол жерде чатта біз барлығымыз өзіміздің ой пікірлерін, ол жерде Думан мырзаның өзі де отырады. Біз күн сайын кешкі сағат 8:30-да Алматы уақытымен, Нью-Йорк уақытымен таңғы 9:30 болады. Сол кезде лайв трейдинг жасаймыз. Думан мырзамен біз тікелей байланыста болып отырамыз. Жаңағы биржа нарқы ашылған кезде сол чаттағы барлық студенттерге мүмкіндік бар қосылып, Думан мырзамен бірге өзімен бірге практиковать етіп жұмыс жасауға. Думан мырза ол жерде енді әрбір студент үшін, әрбір студенттің табысы үшін де өте үлкен септігін тигізіп жатыр деп айта аламын. Біз енді академиядағы әрбір студент негізі ол жаңа чатта отырып барлығымыз өзіміздің ой пікірлерімізбен бөлісеміз. Ол жерде Думан мырзаның уже алдындағы бізден жоғарғы оқып кеткен бірнеше студенттер бар. Олар да уже жақсы инвестор, трейдерлер, ол кісілер. Олар да бізбен өздерінің әрбір келген жаңа студентке өзіміздің білімімізбен, тәжірибемізбен бөлісіп отырамыз. Тамаша. Өте жақсы. Енді осы бір тұрғыда енді кейбір азаматшылар білер, кейбір халық білмес. Осы бір DK Bull Trader академиясы жөнінде толық айтып кетсеңіз, және де бұл академияға бірлесіп жұмыс істеу процесі қай кезде басталды, жалпы қалай осындай адаптация бейімделіп болды, соған байланысты айтып кетсеңіз, академияға байланысты. DK Bull Trader академиясы негізі 2020 жылы құрылған академия, онлайн платформада студенттер дайындау. Негізі бұл академияның басты мақсаты осы Қазақстанға келген жаңа мамандықты қазақ тілінде және қазақ тілді жастарға үйретуге негізгі бағытталған. Бұл академияның басты мақсаты. Трейдер мамандығын үйрету ақш-тың биржасында ең қор нарығында жаңағы ең үлкен, енді дүниежүзі бойынша өзіңіз білесіз ғой, ақш-тың қор биржасы 150 жылдық тарихы бар ең үлкен биржа қор. Сол биржаға қазақ тілді жастардың кіруіне септігін тигізіп отырған ең бірінші үлкен оқу орны деп айта аламын. Жаңағы мен да сіздерге айтып өттім ғой, бұның алдында да. Сол академияның негізгі құрылтайшысы Думан Ерқанаттың жасап отырған бұл жобасы негізі күн сайын қазір жаңа мәліметтермен толығып жатыр. Мен өзім осы 2020 жылдың қыркүйек айында қосылған кезде бізде Қазақстаннан студенттер өте аз болатын. Даже мен мүмкін мен ол кезде жақсы мәліметтер білмедім ба, мен көп мәліметтер біле алмадым, сұрастыра алмадым даже. Іздестіріп, менімен бірге осы Қазақстанда ой бөлісетін адам болған жоқ, шыны керек. Енді қазір біз күн сайын санымыз көбейіп келе жатыр. Оның ішінде менің қуанатыным барлығы жастар, қазақ тілді жастар күн сайын білімге ұмтылып, жаңа мамандықты игеруге әрбірі талпынып жатыр. Бұның барлығы осы DK Bull академиясының негізгі жасап отырған жұмысы деп айта аламын.
Академияда негізі әрбір студент үшін жасалынған мүмкіндіктер бар. Ол біріншіден жаңағы курстан бөлек тағы да біз әр апта сайын Алматы уақытымен дүйсенбі күні таңғы 9-да, Америка уақытымен то есть жексенбі кешкі уақытта бізде митинг болады. Бүкіл жаңағы студенттер жиналып, бір апта студенттердің жиналуымен Думан мырзамен осылай тікелей эфир болады, Zoom бағдарламасында, то есть программасында. Ол жерде біз әрқайсымыз өзіміздің пікірімізді айта аламыз, ұсыныстарымызды айта аламыз, сұрақтарымызды, түсінбеген мәселелерімізді талқылаймыз. Бірнеше трейдерлер жаңағы енді күн сайын тәжірибе жасап жатқан трейдерлер өте көп ол жерде. Бір-бірімізге үйретіп, мәселелерді талқылап, бір аптаға жаңа не жасаймыз? Жоспар жасаймыз. План деп жатады ғой, жоспар жасап, әрбір студенттің, әрбір сол академияға қосылып отырған студенттің қаржылық дәрежесін көтеру үшін, финансовый не дейді ғой, жағдайын жақсарту үшін негізі академия мүмкіндігінше жұмыс жасап отыр деп мен айта аламын. Біз енді барлығымыз сол жерде шыны керек, сол жасалынып отырған жоспар арқылы жұмыс жасап, біз осындай жетістікке, мен өзім осындай табысқа жетіп отырмын деп айта аламын. Тамаша. Енді коммерциялық құпия болмаса, орташа немесе максималды, минималды түрде қанша табыс табасыз? Және де осы бір жылдық нені салыстырғанда келген қазіргі таңда? Бұл академияда басында бізде негізі курста оқығаннан кейін мүмкіндігінше бірінші бізге оны үнемі де айтып отырады, әлі де қайталап отырады. Әрбір студент практиковать ету үшін платформада жасалынған демо аккаунт деген болады. Демо аккаунтта бірінші сіз өзіңіздің негізі тәжірибеңізді шыңдайсыз. Демо аккаунтпен жұмыс жасап, ол жерде белгілі бір, енді ол өзіңіздің қалтаңыздан шыққан ақша емес қой, жалпы онлайн демо аккаунт болады, ол жерде өзіңіз сол ақша арқылы адам бірінші бұл жерде, ол жерде бізде академияда практиковать еткен кезде бізді еще психологиялық тұрғыдан дайындап бастайды. Өйткені енді өзіңіз ойлаңыз, Қазақстанда енді әрине біз теңгемен күнделікті өмір сүреміз ғой, ал ол жерде жалпы жұмыстың жобасы доллармен болады, курс валюта доллармен. Сол үшін де негізі адам өзін бірінші психологиялық тұрғыда дайындап бастайды. Сол үшін демо аккаунтпен біз көп уақыт практиковать еткізеді студенттерді. Мен өзім қазан айында демо аккаунтпен практиковать еттім. Бірақ шыны керек, мен демо аккаунтпен көп жұмыс жасаған жоқпын, кішкене реальностьқа тезірек ұмтылдым. 2 апта ғана демо аккаунтпен жұмыс жасадым. Содан кейін жаңағы өзімнің платформам, енді ол жерде қараңыз, ол неге кіру үшін, биржаға кіру үшін, сіз өзіңіздің атыңыздан сауда-саттық жасау үшін, ол жерде белгілі бір платформадан счет ашасыз, счетқа ақша саласыз. Оның барлығы енді сол кезде курс уақытысында түсіндіріп айтылады. Бұл кезде жүзеге асырылатын жұмыстар. Соның барлығы дайын болған кезде мен енді өзім жаңағы тәжірибемді реально ақшамен практиковать етіп бастадым. Жалпы негізі енді бұл жерде сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Қаншамен басталынады, қалай болады, қанша ақша кетеді деген, енді ол кез келген адамда болатын сұрақ. Мен айтар едім негізі, бұл жерде ең бірінші табыс табуға емес, білімді дұрыс үйренуге және өзіңізді білім жағынан көбірек шыңдауға ұмтылу керек деп айта аламын. Енді әрине табыс жағын айтатын болсақ, бұл жерде бір платформаға қосылу. Мен өзім қазақстандық брокерский компанияны таңдадым. Ол жерде ешқандай, қалай айтсам болады, лимит жоқ. Сіз белгілі бір мынандай ақша, көлемде ақша салыну керек деген лимит жоқ. Мүмкін сіздің қалтаңызда $100 болса да, $50 болса да,
$200 болса да салып, сонымен жұмыс жасауыңызға болады. Енді әр адамның өзінің материалдық жағдайына байланысты болады. Сол үшін енді әрине көп ақша салып жатсаңыз, табысқа тезірек жетуге енді асығып жатамыз ғой көбінде адамдар. Бірақ мүмкіндігінше негізі табыс табуға асыққаннан гөрі көбірек білім алуға асығу керек. Сол кезде сіздің егер біліміңіз бен тәжірибеңіз жетіп тұрған жағдайда сіз үлкен нелерге, мүмкіндіктерді бағындыра аласыз деп айта аламын шындап та. Жақсы. Енді осы арнайы академиямен, командамен болмаса жеке өзіңіздің алдағы уақытта жоспарларыңыз қандай? Енді мен өзімді әлі толықтай белгілі бір инвестормын деп айта алмаймын, өйткені әлі де менде көп оқып ізденудің үстіндемін, өйткені бар жоғы бұл салаға кіріп жатқаныма бар жоғы 4-5 айға кетіп жатыр енді. Сол үшін менің әлде де алдағы негізгі мақсатым осы мамандықты тереңнен түсіну, іздену, қарау, оқу әлі де. Өзімді одан жоғары шыңға көтеру үшін ең бірінші білім керек деп айтып жатады ғой. Мен сол үшін өзіме инвестиция жасап жатырмын дәл қазір. Енді адамның арманы бітпейді ғой. Көптеген армандар бар ғой, енді оның ең бастысы өзіне жасалынып жатқан инвестиция, білім. Жалпы академиямен құрылып жатқан ортақ әлі нақты жоспары жоқ, бірақ негізі алдағы уақытта болады деген үміттеміз, өйткені 1-2 жоспарлар бар деп айтылып жатыр. Ол енді академия енді ғана академияның негізі құрылып жұмыс жасап жатқанына да көп уақыт болған жоқ, бірақ нәтижелері өте үлкен. Жаңа қазақ жастарына жасалынып жатқан мүмкіндіктер. Сол үшін де үнемі ақпараттарды қарап отырсаңыздар, алдағы уақытта негізі жақсы жаңалықтар болады деп айта аламын. Тамаша. Енді осы көрермендерден де бір сұрау болып жатыр мына жерде. Осы уақытқа дейін қанша табыс таптыңыз дейді. Енді барлығының сұрайтыны ғой. Енді нақты цифрды айтпай қояйын, бірақ енді күнінде егер сіз, мен айта алар едім, басында енді басталған кезде менде әлі өзіме сенімсіздік, қорқыныш, оның барлығы болады ғой енді. Ол кезде мен шынымды айтсам, бірінші күні мен $50 тапқан кезде мен енді кәдімгідей қуанып кеттім, шыны керек. Бұл шынында да жасауға болатын жұмыс екен ғой деген өзіме бір іште бір не болды да, қалай айтсам болады, сенімділік бола бастады. Ал енді қазір соңғы 2 айда деп айта аламын, енді соңғы 2 айда күніне, егер енді өзіңіздің жақсы настройда, жақсы жұмыс жасауға талпынып отырсаңыз, күніне жоқ дегенде $530 ақша табуға болады. Енді ол әрбір адамның өзінің тәжірибесіне байланысты. Мен енді айтар едім, бізде енді чатта, жаңа мен сізге айттым ғой, жабық чат бар студенттердің. Ол жердегі табыстар енді шын мәнісінде бәріміз бірге отырып жасап отырған кезде, мықты трейдерлердің, өзімізден үлкен мықты студенттердің тауып жатқан табыстарын көрген кезде, сіз мүмкіндігінше сол алдыға қарай ұмтылуға тырысасыз, нақты білім алуға. Ол біз үшін, енді қосылып жатқан студенттер үшін, ол өте үлкен мотивация, ең үлкен мотивация. Тамаша. Енді бұл трейдерлік бизнестің басқа бизнестен ерекшелігі қандай, артықшылығы қандай, биржа нарығында жұмыс істеу ол қаншалықты тиімді біз үшін? Осыған байланысты айтсаңыз. Бұл өте дұрыс сұрақ негізі. Мен өйткені өзім мен жаңа ғана айттым ғой, қаржы саласында 10 жылдан артық жұмыс жасап келе жатырмын деп. Мен оның ішінде банк саласында жұмыс жасадым негізі.
осы уақытқа дейін көрген бизнестердің ішінде бұл бизнес негізі өте әрбір адам үшін өте нақты, то есть шығыны аз, табысы көп бизнес деп айта аламын. Сіз бұл бизнесті көпшілікке жария етіп те үлкен табыс таба аласыз. Егер сіз өзіңізді жария еткіңіз келмесе де, өзіңіз жалғыз отырып қана ақша табуға мүмкіндігіңіз үлкен. Бір, екіншіден айтар едім, үйде отырып сізге бар жоғы жақсы интернетпен компьютеріңіз болса, үйде отырып ақш-тың биржасында сауда-саттық жасау негізі ешқандай кедергісін тигізбейді. Сол үшін айтып отырмын, шығын аз деп. Белгілі бір жаңағы бір күнделікті графикпен жұмысқа барып келу, жаңа бір болмаса бір офисті арендовать етіп отыру, жаңағыдай бір нақты документациямен жүгіру, ондай шығындары аз жұмыста. Егер өзіңізге дұрыс инвестиция жасап, дұрыс білім алатын болсаңыз, бұны әрбір адам негізі жасай алады деп ойлаймын. Барлық адам біліп үйренген әрбір адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы бір тұрғыда аздап тәжірибеңіз бар, осы салаға түстіңіз. Осы жердегі қызығып отырған барша жандарға, көрермендерге қандай кеңес бересіз? Осы трейдингке енді қызығып бастаған азаматтарға, азаматшаларға? Мен енді өзімнің тәжірибемде өткен, енді кез келген салада үйренгенде, оқығанда өзіңіздің жасап жатқан қателіктеріңізді кішкене үйреніп бастаған кезде түсініп бастайсыз ғой. Сол үшін мен айтар едім, енді бастағысы келіп ізденіп оқып жүрген жастарға айтар едім, ең бірінші ақша табуға асықпай дұрыс білім алыңыздар деп айтар едім. Дұрыс білім, дұрыс жаңағы мәлімет, өзіңізге жасаған инвестиция, ол өмір бойы өзіңізбен бірге кетеді. Сол үшін бізде енді көбінде болып жатады, иногда студенттердің арасында да, бұл менің өзімде де негізі ол қателік болды деп айтамын, тез ақша табуға талпыныс. Енді түсінемін, ол бір қажетті құрал ғой, енді ақша деген күнтізбелік қажетті құрал, бірақ оны табу үшін сізде өзіңізге деген сенімділікпен ең бірінші дұрыс білім болу керек деп айта аламын. Сол үшін бірінші білім алуға асығу керек, үйрену керек. Содан кейін ақша ол уже өзі келеді сіздерге. Сол үшін дұрыс білім алыңыздар деп айтар едім, ең бірінші. Ал біздің Ditable Trader академиясының ең басты ерекшелігі бұл академияның. Бұл жерде барлығы қазақ тілінде. Кез келген ақпаратты қазақ тілінде ала аласыз, қазақ тілінде үйренеді. Әрбір қазақтың баласы оқуына мүмкіндігі өте зор деп айта аламын. Жақсы. Енді трейдерліктің болашағы немесе қазақстандықтарға тигізер әсері қандай деп ойлайсыз? Немесе бұл салада шынымен де бізде мықты мамандар шығып жатса, сұраныс көбейе ме, әлде бұл қандай бір перспективасы бар ма осы мамандықтың болашағына қатысты? Мен айтар едім, бұл мамандықтың негізі бізге болашағы зор деп айта алар едім. Үлкен мүмкіндігі бар. Бұл только енді қараңыз, бұл жерде сіз трейдерлікті үйренген екен, тек қана ақш-тың қор биржасында ғана жұмыс жасау міндетті емес. Сіз бұл мамандықты игерген кезде сіз Қазақстанның да қор биржасында жұмыс жасай аласыз. Егер өзіңіздің отандық өнімдерді сатып алу, сол компаниялардың кішкентай ғана бір бөлігін сатып алып инвестор атану, егер сізге сол ұнап жатса, сіз Қазақстанның да қор биржасында жұмыс жасай аласыз. Европаның қор биржасына да шығуыңызға мүмкіндік болады. Бұл дегеніңіз айтып отырмын сізге, бұл мамандық қазір бүгін жалт етіп ертең өшіп қалады деп мен айта алмаймын. Өйткені
бұл қор биржа деген қазіргі технологияның даму заманында бұл өте тиімді мамандық, жақсы. Өйткені әрбір мемлекеттің өзінің қор биржасы қалыптасып келе жатыр. Өздеріңіз де білесіздер, Қазақстанның қор биржасы енді Американың қор биржасымен немесе Европаның қор биржасымен салыстыру әрине мүмкін емес. Бізде де бірақ өзімізге лайықты компаниялар мен олардың акцияларын сатып алуға, инвестор атануға мүмкіндіктер өте көп. Қазақстанның да қор биржасы күн сайын дамып жатыр. Отандық өнімдегі компаниялардың акционер атану бұл әрбірімізге негізі беріліп отырған мүмкіндік. Бұл мамандықты оқып үйренетін болсаңыз, сізде қаржылай кеңістікке жаңағы не дейді ғой, қалай түсіндіріп айтсам болады. Мүмкіндігінше сіз өзіңізді қаржы саласында мықты маман ретінде айта аласыз деп ойлаймын негізі. Тамаша, өте бір тұшымды, өте бір кең масштабты жауап болды. Рахмет. Негізі сұрақтар дегі осымен тәмам. Жалпы осы трейдерлік туралы өте көп біршама ақпараттарды ала білдік деген ойдамын. Енді сізге табыс тілейміз. Тек жақсылық дейміз. Алдағы уақытта бұдан да жоғары деңгейге шығып, қаржылық тәуелсіздікке жетіп, армандарыңыз орындала берсін. Тек алға баса беріңіз. Бүгінгі берген айтқан мәліметтеріңіз үшін жалпы сізге алғысымды білдіремін. Рахмет сізге де осылай ескеріп шақырғандарыңызға. Енді әрбір осында отырып оқысы келіп үйреніп жатқан әрбір жастарға мен сәттілік тілеймін. Оқыңыздар, үйреніңіздер, мүмкіндігінше қаржылай тәуелсіздік болып, әрбір қазақ бай болсын деп тілер едім. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар, құрметті достар. Көріскенше күн жақсы.